Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы да бір өрнек үйренетін боламыз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет, тамаша. Бұл өрнек өзі бар болғаны бір қатардан болғаннан кейін, бұл өрнектің де екі беті бірдей. Және үш көзден тұрады. Шамалы жақындатып көрсетейін. Мінекей, қандай тамаша, керемет, иә? Ал кеттік ендеше. Осы өрнекті үйренейік. Мен мына жерде 11 көз алдым. Шағын ғана, және де мына теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоғып шықтым. Ал кеттік. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші көзді іліп аламыз. Бір жіпті іліп аламыз. Мынау екі оңды, екеуін бірге оңға тоқимыз. Келесі мына оңды оңға тоқып жібереміз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Мынау екі оңды екеуін бірге оңға тоқимыз. Және бір оңға тоқып жібереміз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Мынау екі оңды екеуін бірге оңға тоқимыз. Және де келесін оң көзді оңға тоқып жібереміз. Енді теріс бетінде де дәл солай тоқитын боламыз. Бір жіпті іліп аламыз. Бір жіпті іліп аламыз. Мынау екі көзді екеуін бірге оңға тоқимыз. Және де мына іліп алған жібімізді оңға тоқып жібереміз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Мынау екі теріс көзді біз екеуін бірге оңға тоқимыз. Және де мына іліп алған жіпті оңға тоқимыз. Дәл осылай әрі қарай қайталай беретін боламыз. Көрдіңдер ғой, оп-оңай. Мінекей, жаңа айтқандай, екі бетінде де дәл осылай тоқитын боламыз. Оң бетін тағы бір көрсетіп жіберейін. Бір жіпті іліп аламыз. Мынау екі терісті екеуін бірге оңға тоқимыз. Мына іліп алған жібімізді бұнда оңға тоқып жібереміз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Мынау екі көзді біз екеуін бірге оңға тоқимыз. Келесі мынау оңды, іліп алған жібімізді оңға тоқимыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, әзірге онша көрінбейді. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Қандай тамаша, керемет. Енді бұл өрнекпен де не нәрсе тоқса болады. Шапка болсын, жилет болсын, жасқы, кофта, жилет болсын, бәрінде де тоқуға болады. Көрдіңіздер ғой. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болады. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.